تعود وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Kim dedim Allah'tan şınayı patat olsa Allah'a kadar tatirin bizde onun aşabileceğin bir şeyde aşık bırakma deydi. Dedi өзім берген жерде ризығын беріп қояды. Ризық деген тек қана ақшадан келмейді. Ризық адамның несібесінен тұрады. Бұл баланың келуі мүмкін, береке арқылы береке келуі мүмкін. Ал ол кімдер тыңдасаңыздар стартпен өмір жүрген жігіттер болмаса кезіндегі жаңағыдай старт деген не лотерея бөліп жүрген жігіттер бар ғой. Содан сұраңыздаршы, қаншада қалай келді солай келді дейді. Ешқандай береке жоқ. Ал шынайы алла тағаладан қорқып, дұға етіп, шынайы жүретін болса, шынайы құдайға айтқан кезде шын мұсылман болса, жекеше мұсылман болатын болса, тақуалы болатын болса, онда алла тағала бізге өмірімізге береке беріп қояды. Бірақ міне оқыдан енді берекесі қайдан деп айтудың керегі жоқ. Себебі сынайды. Қаншалықты сен менің сынағыма деп бере аласың. Және де маған сынақ береді деп айтуға келмейді. Керісінше алла тағала маған мені кешірім жақсы көресің, мені кешіре көр деді. Ғафу ете көр деді, осылай сұрау керек. Сол кезеңде алла тағала бізге ғафуын беріп қояды.